Assalamu алейкум достар. Бүгін сіздермен бірге через Каспий Голд пенсионный фондты қалай төлеу керек, сол жайлы көріп тұратын боламыз. Оның үшін Каспий Голдқа кіреміз, менюға өтеміз. Мынандай менюдан госуслуга деген жері бар. Госуслуганы таңдаймыз. Енді сол жерде маңызды бір нәрсе бар. Бұл жерде мысалға налогтың түрі көп. Міне, налог дегені бар. Енді именно біздер через ИП төлейміз ғой, өздеріміздің ИП-дан. Платеж для ИП-ны басамыз, достар, міне. Платеж для ИП-ны басқаннан соң мынандай болып шығады. Енді біздер работникқа төлейміз бе, или өзімізге төлейміз бе? Соны бірінші нетіп аламыз, қарап аламыз, кімге төлейтінімізді, кейін обязательно пенсионный взнос дегенді басамыз. Бірінші тұрады өзі, мынаны, достар. Осыны басамыз. Кейін мына жерде шығады тип платежа. Мысалға пеня болған болса, өтіп кеткен болса, мысалға кешіктіріп төлеу жатырса, 3-4 айдан кейін, 5-6 айдан кейін төлеген кезде пеняны басып төлеу керек. Где-то бір 5-10 теңге, 2 теңге өтіп кетсе де, ол пеня болып тұра береді, жылдан жылға өсіп кете береді ол пеня. Пеня болса, пеняны басасыз, пеня төлейтін болсаңыз, пеня төлемейтін болсаңыз, обязательно пенсионный взносты басасыз бірінші. Ең минимальный қазіргі уақытта 4500 болып тұрды 2021 жыл. Енді одан кейінгісі қайсы айға оплата жасайсыз? Соны таңдайсыз. Қайсы айға біздер? 9-8. Так, бұдан алдыңғы не август төледік. Енді сентябрьді біздер сентябрь таңдадық. Сентябрьді таңдадық. Оның астына енді кімдікі не фирманың несінің несі жазылады, ин нөмірі жазылады, ИП фрилансер деп тұрған жерге, ИП кімнің атында сол жазылады. Мен ин нөмірін жазып шығам. 595. Ары қарай жұмысшының нөмірін жазамыз. Неше? 85. 85, 111. Жоқ, сенікі ба бұл енді? Қазіргі сенікіне төлейміз бе? Төлеймін. Жоқ, төледік қой алдыңғы айда. Сентябрьға төледім сенікіне. Енді қайсы айға? Болды, иә. Енді әйелінкін ғой, әйелінкіне бір платеж жасадық. Енді тағы бір платеж. 90 болып бастала ма әйелінкі? Иә. 90-07 сондай. 07 09 00 10-31. 8-ші ма? Қайсы айға төлейсіз? Иә, сентябрьға кетіп жатыр қазір. Дұрыс қой. Алдыңғы октябрьға, августқа төледік. Достар, міне басамыз, продолжитті басқаннан кейін базада сол адамның егер ин нөмірді дұрыс жазғаннан кейін барлығы дұрыс шығу керек. Базада тұрады. Базада аты, фамилиясы, точный несі шығады, ин нөмірді дұрыс жазғаннан кейін. Минималный қазіргі уақытта пенсионный фонд 4500 болып тұрды. Минималныйын таңдаймыз, міне оплатаны басамыз. Енді назар аударатын бір нәрсе бар бұл жерде, достар. Міне бастым. 3 рабочий күннің ішінде пенсионный фондқа барып түседі. 3 рабочий күннің ішінде Каспий Голд арқылы төлесеңіздер. Достар, міне жазып, ескертіп тұрды. Продолжитті басамыз. Міне, мынандай чегі береді. Енді чекке көріп өту үшін историяға бір басасыз. Міне мынандай чек тұрады өзі, достар. Керек неге жібере бересіздер осында. Өте оңай. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.